Бәріне ассалаумағалейкум достар. Видео басталмастан бұрын каналға жазылып лайк басып басқалармен бөлісе кетеміз. 1916 жылғы Құтлы Амара шайқасы. Эльмира Әл-Құтлы 29 сәуір күні 1916 жылы болған. Құтлы Әл-Амара қаласындағы британдық үнді гарнизонының қолбасшысы генерал Чарльз Таусондтың Халил Пашаның басшылығымен түрік күштеріне тапсырылды. Қала үшін болған шайқастарда британдық армия 30 мыңға жуық сарбаз бен офицерді өлтіріп жаралады, тағы 13 мыңнан астам адам тұтқынға алынды. Түрік армиясының шығыны шамамен 10 мың адамды құрады. Алайда келесі жылдың басында британдық әскерлер қайтадан шабуылға шығып 11 наурызда Бағдадты басып алады. 1916 жылдың қыркүйек айының соңында генерал Чарльз Таусондтың басқаруындағы үнді армиясының 6-шы жаяу әскер дивизиясы Бағдадқа шабуыл жасайды. Ирактың ең үлкен қаласы Басраны басып алғаннан кейін Мусула мұнай кен орындарын барар жолдағы екінші маңдағы нысан болады. 28 қыркүйекте британдықтар түріктердің қарсыластығын бұзып Құтлы Әл-Амара қаласын басып алады. Бағдадтың оңтүстік-шығысқа қарай 160 км жерде Тигра өзенінің сол жағалауында Сақала Нуретдин Пашаның басқаруындағы түрік араб корпусы британдық әскерлерді өздігінен ұстай алмады. Сондықтан Осман империясының бас штатының бастығы Энвер Паша 6-шы түрік армиясын құруды бұйырды. Оған 72 жастағы перуссиялық әскери кеңесші Колмар фон дер Гелоц бұйрық берді. Ол 1883 жылдан бастап османдықтардың қызметінде болды. Кезінде әскери оқу орындарын реформалауда және де түрік армиясын жасақтауда үлкен рөл атқарды. 22 қарашада британдық үнді әскерлер Бағдадтың 30 км қашықтықтағы Салман Пака Китисипон қаласына шабуыл шықты. Алайда үлкен шығындарға ұшыраған басқыншылар шегінуге мәжбүр болады. Генерал Таусондтың Құтлы Амараға бекіту туралы шешім қабылдады және де британдық экспедициялық күштердің негізгі күштері орналасқан Басрадан Армантуны күту туралы шешім қабылдаған. 7 желтоқсанда 11 мыңға жуық сарбаз тұратын түрік әскерлері Құтлы Амараны қоршауға алады. Қаланы даулаумен қабылдауға бірнеше сәтсіз әрекеттерден кейін дала маршалы Голдс қоршау бекіністерінің құрылысын бастауға бұйрық береді. Шамамен бір айдан кейін Таусондтың өзінің қолбасшылығына қаланы тапсыруды ұсынды, бірақ Месопотамия маңындағы бас қолбасшы генерал Джона Никсон Әл-Құтлы түрік күштерін одан әрі ұстауды талап етті. Қаңтардың басында генерал-лейтенант Пенан Эльмиридің басшылығымен 19 мың сарбаздан тұратын экспедициялық корпус жолбарыстың екі жағалауындағы Әл-Құтлыға шабуыл жасай бастады. 6 қаңтарда британдық Шайх Сад қаласының жанындағы қорғаныс ұйымдастырған түрік әскерлерін тап болады. Түріктердің 2 күн бойы қатты шайқасты, бірақ Шайх Садты тастап кетуге мәжбүр болды және де қаладан 16 км қашықтықтағы келесі қорғаныс шебіне шегінді. Британдықтардың бұл батпақты аймақтардың нақты карталары болмады және де нәтижесінде 13 қаңтарда қатты жеңіліске ұшырады. Ұрыстың алғашқы күндерінде британдықтар жауынгерлік құрамын жартысынан жуығын жоғалтты. 5800-ден астам адам қаза тауып жараланды. Тағы бірнеше мың адам тұтқынға алынды. 20-21 қаңтарда жасалған Әл-Ханна Истимусын басып алудағы тағы бір сәтсіз әрекет жолбарыс пен Субқайқа батпақтарының арасындағы тар жер экспедициясы корпусын тағы 2800-ге жуық сарбазды қажет етті. Жолбарыстың сәтсіздіктері британдықтардың генерал-тифті ашуландырды және де Месопотамиядағы әскерлердің жалпы қолбасшысы генерал-лейтенант Перуссиликке берді. 8 наурызда қалған түні генерал Эльмиридің отряды Эль Жуарадағы түрік редактурына кенеттен шабуыл жасау үшін жауынгерлік позицияларын ала бастады. Британдықтардың саны мен артиллериясының артықтай артықшылығына қарамастан шабуыл сәтсіз аяқталды және басқыншылар 400-ға жуық әскерден айырылды. Осы жеңістен кейін Фентон Эльмири әскери қолбасшылығынан шеттетілді және де 12 наурызда одан орын қанды апельсин лақап атымен генерал-майор Джордж Геордж алды. 5 сәуір 30 мыңшы британдық үнді армиясы Әл-Құтлыға тағы бір шабуыл жасады. Ауыр шайқастар кезінде ағылшындар Әл-Ханна Истимусындағы Палахия ауылын басып алды. Ал 17 сәуірде Тигрдің оң жағалауындағы
бейт иса ауылында жанды түріктің қарсыласын бұзды. Алайда Санна ауылының батырлық қорғанысын британдықтардың Әл-Кутла солтүстігіндегі аңғарға өтуіне жол бермеді. Осы күні генерал Голдс Бағдатта қайтыс болды. Ресми нұсқау бойынша ол іш жүзегінен қайтыс болды, бірақ ол уланған деген пікір бар. Алайда тәжірибелі қолбасшылардың қайтыс болуы шайқастың барысына әсер етпеді. Өйткені іс жүзінде Әл-Кутланың қорғанысын Халил Паша басқарды. Ол 1918 жылда мамырында Нури Паша Климолермен бірге Кавказ ислам армиясын құруға кірісті. Нәтижесінде 22 сәуірде генерал Гордич шабуылды тоқтатуға мәжбүр болды. Осы уақытта Әл-Кутла қоршалғандардың жағдайы өте маңызды болды және де сарбаздар аштықтан өле бастады. Қаланы ұстап тұруға тырысып, корольдік ұшу корпусының астрикалық азық-түлік дәрі-дәрмектері мен оқ-дәрілерін қоршауға алды. Бұл әуеден жүктерді шығару бойынша алғашқы операция болды. Өкінішке орай британдықтар үшін жүктің көп бөлігі жолбарысқа батып кетті, немесе түрік сарбаздарының қолына түсті. 29 сәуірде генерал Таусун күтпеген жерден британдық қолбасшылыққа алдын ала шартсыз тапсырылды. Бұл дипломат Обри Хебрид пен атақты Томас Эдвард Лоурис, Арабия Лоурис қатысқан британдықтар мен османдықтар арасындағы келіссөздер нәтижесінде бергеннен кейін болды. Энвер Паша британдықтарға сенбеді және де олардың шарттарын қабылдаудан бас тартты. Мүмкін ол түріктердің сонымен бірге ағылшындардың орыстардан көмек сұраған және де Бағдатқа шамамен 20 мың әскерден тұратын казак экспедициялық корпусы жақындап қалғанын білді. Бірақ генерал Партоп Тулсундтың тапсырылғаны туралы білгенде ол шабуылды жалғастырмау туралы шешім қабылдады. 147 күнге созылған Әл-Кутланың қоршауы британдық үнді корпусының сөзсіз берілуімен аяқталды. 8 мыңнан астам сарбаздар мен операциялар тұтқынға түсіп, олардың көпшілігі тұтқында қайтыс болды. Генерал Лейк пен Горджи қолбасшылықтан шеттетілді, ал генерал Таусун тек саясаткерлер мен әскерлердің ашулы қорлауы түсті. Алайда османдықтар сәтті дамып, Басраға шабуыл жасай алмады. Оның орнына олар Ресей армиясының алға жылжуын тоқтату үшін Бағдаттың солтүстік шығысына қарай күшті жіберді. Месопотамиядағы британдық күштердің жаңа бас қолбасшысы генерал-лейтенант Педрих Стеллин Мамун армияны нығайту және де шекісу жолдарын құру үшін тыныс алу пайдаланды, ал британдық дипломатия Шерп Әл-Хусейнге әскерін Осман империясындағы жағдайдың ішкі жағынан жару үшін пайдаланды. Сонымен бірге генерал Таусун Стамбулға жеткізіліп, соғыстың соңына дейін Мамара теңізіндегі Хейбейди аралында жайлы жағдайда өмір сүрді. 1919 жылы Чарльз Таусун Лондонға оралып, бір жылдан кейін Британ армиясынан кетіп, Му Кампини Месопотамия атты әскери естелік жариялады. Сол жылы Британия армиясы геноцид айып талаған жас түріктердің басшылығына қатысты сот процесі тағайындалды. Іс ешқашан сотқа жеткен жоқ, бірақ Чарльз Таусун саясаткерлер мен баспасөздің үлкен қысымына қарамастан айыпталушыларды қорлауға дайын екенін ашық айтты. Өмірінің соңғы жылдарында ол саясатпен айналысты. 1924 жылы қайтыс болды. Достар, видео ұнап жатса әлеуметтік желіге таратып, енді келетін видеоны күтсеңіздер, аман сау болыңыздар.